Қайырлы күн мен көрермендерім, үйде жасалынатын жұп-жұмсақ дәмді овсянка печеньесін жасалу жолын көрсетемін. Бізге көп зат керек емес: овсянка, шекер, май, жұмыртқа, аздап сүт. Блендердің көмегімен овсянкамызды осылай ұнтақтап аламыз. Сөйтеміз, осы ұнтақталған овсянкамызды ыдысқа салып, ұнымызға қопсытқышты салып, осылай араластырып аламыз да, араластырып болып, осындай жаңа овсянка ұнтағына салып, оны да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Шекерімізді қосамыз. Осыларды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және жұмсақ май болу керек. Майымызды қосамыз. Сосын осымызды илейміз. Осы қамырымызды енді қолмен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осылай қолға жабыспайтындай етіп, осылай жақсылап тұрып, қамыр етіп илеп аламыз. Біздің қоспамыз дайын болды. Осындай сұйықтау болу керек. Енді осыны жаңағы печкамыздың тапасын алып, пергамент қағазын төсеп, осылай қасықпен құйып шығамыз. Аралары алшақ болсын. Бұлар піскен кезде жайылып кетеді. Болды. Енді осыны 180 градусқа салып, 30 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньеміз дайын болды. Осындай жұмсақ болды. Сіздер де міндетті түрде жасап беріңіздер. Менің рецепт сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.